Негізгі екі келелі мәселе болды. Қаңтар оқиғасына триггер болған, сол оқиғаның іске асуына себепші болған. Бірінші мәселе бұл әлеуметтік теңсіздік. Сонымен қатар саяси жүйедегі коллапс. Саяси жүйенің тоқтап қалуы. Саяси жүйедегі өзгерістердің тоқырауы деп айтуға болады. Сонымен қатар қоғамдағы әділеттілікке деген сұраныс артты. Біздің қоғамда. Өйткені кез келген саяси процестің біз қалай болатыны шешімін алдын ала біліп отырдық. Көрдіңіз ба? Яғни бір шынайы сайлау, бір шынайы елдің таңдауы болған жоқ. Бұл бірінші фактор. Оның ішінде жаңағыдай, сіз бағана сөздің басында айтқандай, жемқорлықты да басқа дүниелерді қоса беруге болады. Екінші фактор, бұл кейбір қитұрғы саяси қызметкерлердің өзіміздің отанымызға жасаған опасыздығы. Яғни өздерінің жеке мүдделері үшін отанымызды сатты.